Қазақстан елімізде өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қызу дайындалуда. Ақтауда бірнеше министрлік пен отандық компаниялардың қолдауымен Экспо 2017 өңірлік бастамалар халықаралық форум өтті. Жиында 2050 стратегиясында айқындалған энергияның баламалы түрлерін өндіруді дамытып, күн мен желдің қуатын пайдаланатын технологияларды енгізу мәселесі талқыланды. Өзен мұнай-газ кен орнына көп мөлшерде энергия үнемдейтін ұңғымалар орнатылмақ. Ең бұл маңыздысы мына жаңа технологияны біздің Қазақстан жеріне әкелу жөнінде болып отыр. Содан кейін осында Қазақстан жері болғанда мына Ақтау қаласында Каспий теңізінің шетінде осы мына өнді ұйымдастырсақ, ол келешекте мына Ресейге де, Әзербайжанға да, Иран, Ирак және Парс шағанағына біз өнімді таратуға мүмкіншілік береді. Аймақта күн мен жел энергиясын пайдаланатын тың жобалар да жүзеге аса бастады. Жуырда Форт Шевченко мен Құрық кентінде жел энергиясын өндіретін станция құрылысы басталмақ. Ал Жаңаөзен қаласындағы бірнеше көшеге күн көзінен қуат алып, жарық беретін қондырғылар орнатылуда. Көше шамдары өз құнын 2 жылда ақтап шықпақ. Бұл экономикалық әрі экологиялық жағынан да тиімді дейді соны жобаны іске асырушылар. Күннен энергия алады да, оны астында жаңағы аккумулятор бар. Аккумуляторға жібереді, сосын аккумулятордан кешке қарай кеш түссе, кешқұрым жанады, таңда сөнеді өзі. Енді бұл жаңағы 10 сағатқа жететін электроэнергия алады күніне. Бұл күн жарық болып тұрғанда 4-5 сағатта зарядталады, ал түнде күн жаңағы бұлттанып тұрса, ол кезде 10 сағатта зарядалады. 2050 жылға қарай елімізде энергия тұтынудың 50%-ын баламалы энергия көздері құрамақ. Халықаралық форум соңында Маңғыстау облысының әкімдігі мен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы арасында индустриалды инновациялық жобаларды жүзеге асыру туралы келісімдерге қол қойылды.